Дағдарыстың дүлей дауылына қарамастан елімізде мұнай өндірісі төмендемейді. Қазақтың мұнай және газ министрлігінің мәліметінше былтыр 80,1 миллион тонна мұнай өндірсек, биылда сол шамалас 79 миллион тонна мұнай шығарамыз. Қазір бізде қара алтын өндіруші 57 компания бар. 39-ның тиімділігі өте төмен. Сондықтан үкімет қабылдаған жаңа экономикалық саясат ірі компаниялардың қаржылық ахуалын түзейді. Қазір мұнай және газ министрлігі өндірістерден бірде-бір жұмысшыны қысқартпау үшін және іскерлік ортаға қысымды азайту мақсатында бірқатар шараны қолға алды. Қайталаудың әбестігі жоқ, инфляциялық таргеттеу ол мәжбүрлі, бірақ керек шара. Өйткені біздің экспорт 2014 жылмен салыстырғанда 44%-ға төмендеген. Ал жаңа экономикалық саясат экспорттаушы компанияларға жаңа мүмкіндіктер береді. Сам процесс инфляционного таргетирования. Инфляциялық таргеттеу ең бірінші кезекте экспортерлерге үлкен көмек. Өйткені осыған дейін нарықты қолдан тежедік. Бұл ірі өндірістерді тұншықтыра бастады. Сөйтіп шығынға батты. Қазір біздің министрлік басқа мемлекеттік органдармен тығыз жұмыс істеп жатыр. Оларға осыған дейінгі және жақында қабылдаған жаңа экономикалық саясаттың айырмашылығын ескеріп, сараптама жасауды сұрадық. Сол кезде ғана Қазақстанның мұнай өндірісі жайлы толық ақпаратқа қол жеткізуге болады.